Құрметті оқушылар, келер оқу жылында сіздер ақылды кітапхана қызметтерін қолдана аласыздар. Ақылды кітапхана ол кітапханашының көмегінсіз кітапты өздігінен алу және қайта тапсыру. Кітапханада екі бекет орналасқан. Бірінші бекет кітапхананың ішінде орналасқан, екінші бекет кітапханадан тыс жерде, яғни сыртында орналасқан. Бірінші бекетте оқырман кітапты өздігінен ала алады және тапсыра алады. Ал екінші бекетте кез келген уақытта кітапты тапсыра алады. Біріншіден, оқырман билетіңізді, яғни карточкаңызды белгіленген жерге қоясыз, жеке кабинетіңізге кіресіз, алған кітабыңызды көрсетілген орынға қойып, кітапты алған жөніңіздегі түбіртекті аласыз. Сонымен қатар, кітапханада тексеру бекеті орналасқан. Тексеру бекеті кітапханадан оқырманның атына жазылмаған кітапты рұқсатсыз алуға болмайтындығын ескертеді. Тексеру бекетінің ерекшелігі рұқсатсыз алынған кітапты кітаптың артындағы штрих-код, яғни магнит арқылы анықтайды. Бұл екінші бекет. Кітапханадан тыс жерде орналасқан. Оқырман кез келген уақытта кітапханадан алған кітабын тапсыра алады. Және бұл бекетті қолдану үшін бірінші бекеттегі іс-әрекеттерін қайталай алады. Яғни, оқырман билетін қолданып, кітапты белгіленген жерге қойып тапсыра алады. Егер бірінші және екінші бекет бос болмаған жағдайда, оқырман өзінің кітабын кітапханашы арқылы өзінің атына жаздырта алады және өткізе алады. Кітапханашының жанында считыватель құрылғысы орналасқан. Бұл считыватель кітаптағы штрих-кодты және оқырман билетін оқиды. Сондай-ақ Unibook бағдарламасының тағы бір құрылғысы бар. Бұл құрылғының атауы инвентаризатор деп аталады. Бұл құрылғы арқылы кітаптағы штрих-кодты оқиды. Сондай-ақ есептеу, санау жұмыстарын жүргізеді.